оны кейін талқылай жатамыз. Енді қазір өзіндік құнға келетін болсам, қазіргі таңда кәсіпкерлер жалпы адамдар толығымен барлығы өзіндік құнды дұрыс емес есептейді. Ол қалай есептелу керек? Негізі адамдар сатып алу бағасын алады. Сатып алу бағасын. И соның үстіне қосады. Үстемені. И болды. Соны маған сатып алу бағасы ол себестоимость деп ойлайды. Бұл себестоимость емес қой негізі. Ол қанша мәселесі бар. Үстемеде бөлек. Сіздің бар осының капиталға кеткен, жолға кеткен ақшаңыз бар. Мысалы, арендаға алып жатқан орныңыз бар. Қай жерде сатып аласыз? Базарда тіпті бір контейнер болса да ол аренда. Оны бұнда қосу керек. Жолға кеткен ақшаны қосу керек. Жұмысшыңыз бар ма, олардың жалақысы болса, жұмысшының жалақысы. Онда қосу керек. Тағы да не бар? Бүткіл шының бәрін осында қосу керек. Сол себестоимость болады. И осылай үстемені қосыңыз, сол кезде сіздің барыңыз шығады. Сіз мұның бәрін себестоимость деп айтқан боласыз, үстемені ол сіздің пайдаңыз деп табылады.